Бәрі осы Қошқардан басталды. Қара Қошқар арнасында Жәнібек Мамай қарсы аламыз. Кеттік. Қош келдіңіз, Жәнібек мырза. Ассалаумағалейкум. Рахмет көп осы сұхбатқа шақырғаныңызға. Ассалаумағалейкум, Ереке. Қош келдіңіз, Жәнібек мырза. Ал, кеттік. Бастайық. Бастайық. Ассалаумағалейкум, Жәке. Қалай амансыздар ма? Мынау сізге даланың гүлдерінен қош келдіңіз. Рахмет. Өте сыйлы қонақ екенін білдіріп тұр екенсіз. Бастайық. Бастайық. Қалай амансыздар ғой? Қалай жұмыста жақсы табысты болып жүрсіз бе? Алла шүкір, баяғыша 10 күндік барып келіп, қала үй. Кеше сіз Қара Қошқар рөлінде ана қыста қарсы басы ойнап жүреді ғой. Сол жерде сіз Тимурдың рөлін ойнадыңыз. Кішкене қаталдау қаланың жігіті, ауылға келген кезде ақшаны есептеп кішкене сондай өз мүддеңізбен жүретін адам екеніңізді көрсеткен. Сол кейіпкермен сіз көрерменге не бердім деп ойлайсыз? Менің жеткізгім келгені көрерменге ең басты мақсат ақшада емес екен. Ең адамның өзінің қарапайымдылығы, сыйластығы және де бауырмалдығы. Адамды ақшаға өте байланысты емес екенін жеткізгім келгені. Яғни ең басты байлық рухани байлық екенін айтқыңыз келіп тұр ғой. Әрине. Өте тамаша. Жалпы өзіңіз кішкентай кезіңізде Жәнібек мырза қандай мамандықты армандадыңыз? Соны айтып жіберсеңіз. Мен ба? Көрермендерге қызық болсын. Енді кішкентай кезде кім армандамады дейсің? Мен футболист болып армандадым. Футболист болуды армандадыңыз? Иә. Роналдиноны қарып. Роналдиноның кумирі болдыңыз да? Иә. Өте тамаша. Бәрекелді. Осындай біздің әріптестеріміздің арасында осындай өнерлі адам болғаны да көңілге жақсы жылылық ұялатады. Сіз енді қазір осы жұмыстан басқа өзіңіздің қазіргі хоббиіңіз не? Кішігірім бизнестер ашқанды жақсы көрем. Жалпы сауда саттықты жақсы көресіз ғой да? Иә. Сол арқылы өзіңіздің ойыңызды бөлесіз да? Иә, серігіп қалам кішкене. Жұмыстан бөлек. Өте тамаша. Жұмыс деп адамды демалып тұру керек. Өзіңіздің сонда басты принципіңіз тек бір бағытта жүріп қалмау ғой сонда да? Иә, жан жақты болу. Өте тамаша. Көрдіңіздер ғой, көрермендер, біздің Жәнібек мырза қалай өмірге деген құлшынысын осы жас көрермендерге үлгі боларлықтай іс атқарып жүр екен. Өте тамаша. Кешкісін. Ойлан, атырек қыл жүресің, тыңқ деп скетч қыл. Қойш, братан, оны қоймаш. Ал енді біздің кезекті сұрағымыз, сіздің сүйікті кітабыңыз не? Менің сүйікті кітабым Қабылбектің кітабы «Жан ұясы» дейтін. Өте керемет, жеңіл әрі түсінікті қылып жазылған екен. Жалпақ тілмен жазылған кітап қой яғни. Жеңіл, өте жеңіл. Соңғы оқыған кітабыңыз сол ғой да? Соңғысы сол. Өте керемет. Өзіңіздің өмірлік ұстанатын ұраныңыз не? Еңбектің наны тәтті десек те болады. Еңбек етсең ерінбей, тояда қарның тіленбей, жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар. Өз ісіңнің шебері болғым келеді жалпы. Сондай бір істі бастадым ба, соңына дейін жеткізгім келеді. Өте керемет. Ал, Жәнібек мырза, сұхбатыңызға көп рахмет. Семіздікті қой көтереді, оның ішінде қарасы Қара Қошқар көтереді дейді. Қара Қошқар арнасы қосулы болсын ағайын.